121 сабақ. Көп бұрыштардың қоршаған ортадағы заттар бетінің қабырғаларын өлшеу. Көп бұрыштардың және қоршаған ортадағы заттар бетінің қабырғаларын өлшеуді, олардың периметрін табуды үйренеміз. Бірінші тапсырма – практикалық жұмыс. Үш бұрыштардың қабырғаларын өлше. Олардың барлық қабырғаларының ұзындықтарының қосындысын жаз. Қосындылардың мәнін есепте. Суретте үш бұрыш берілген. Бірінші қызыл үшбұрыштың ұзындықтары қабырғалардың 1 см-ге тең. Екінші жасыл үшбұрыштың қабырғаларының ұзындықтары 2 см-ге тең. Үшінші көк үшбұрышты фигураның қабырғаларының ұзындықтары 5 см, 4 см және 3 см-ге тең. Бірінші үшбұрыштың қызыл үшбұрыштың қабырғаларының ұзындықтарын барлығын қосқан кезде 3 см шықты. Жасыл үшбұрыштың қабырғаларының ұзындықтарын қоссақ 6 см болады. Көк үшбұрыштың қабырғаларының ұзындықтарын қоссақ 12 см болады. Екінші тапсырма – практикалық жұмыс. Төрт бұрыштардың қабырғаларын өлше. Олардың барлық қабырғаларының ұзындықтарының қосындысын жаз. Қосындылардың мәнін есепте. Көк түспен берілген төрт бұрыштың қабырғаларының ұзындықтары 2 см және 3 см. Демек, 2 см-ге 3 см-ді қосамыз және қарама-қарсы қабырғаларының ұзындықтарын қосамыз. Қосындының мәні 10 см-ге тең болады. Енді келесі жасыл және қызыл фигуралардың ұзындықтарын өлшеп, қосындысын есептеп жаз. Үшінші тапсырма – практикалық жұмыс. Партаға математика оқулығын қой. Парталасыңмен бірге оқулық мұқабасының ұзындығын сантиметрмен өлше. Мұқаба бетінің барлық қабырғаларының қосындысын жаз және оның мәнін тап. Математика оқулығының мұқабасының ұзындығы 24 см, ені 17 см. Яғни қарама-қарсы қабырғаларының ұзындықтарын қосып есептейміз. Математика оқулығының мұқабасының қабырғаларының ұзындықтарының қосындысы 82 см-ге тең. Есіңе сақта, кез келген көп бұрыштың периметрі осы көп бұрыштың барлық қабырғалары ұзындықтарының қосындысы. Математикада периметр латынның П әріпімен белгіленеді. Төртінші тапсырма. 2, 4, 5 сандарын 5 есе арттыр. 2-ні 5-ке көбейтсек 10. 4-ті 5-ке көбейтсек 20. 5-ті 5-ке көбейтсек 25. Екінші бағандағы өрнектерді есепте. Бесінші тапсырма – практикалық жұмыс. Торкөз қағаздан суреттегідей фигураларды қиып ал. Осы фигуралардан 4 бұрыш және 5 бұрыш құрастыр. Суретте көрсетілгендей, тік 4 бұрышты және тік бұрышты 3 бұрыштан 3 бұрыш қиып аламыз. Мен берілген фигуралардан 4 бұрыш құрастырдым. Енді сен 5 бұрыш құрастыр осы фигураларды пайдаланып. Алтыншы тапсырма – теңдеулерді шеш. 6 бөлу х тең 3. Берілген теңдеуде бөлінгіш 6, бөлгіш белгісіз, бөліндінің мәні 3-ке тең. Яғни бізде бөлгіш белгісіз, бөлгішті табу үшін бөлінгішті бөліндінің мәніне бөлеміз. 6-ны 3-ке бөлсек 2-ге тең. Тексереміз. 6-ны 2-ге бөлсек 3 болады. 6 бөлу 2, 3-ке тең, 3, 3-ке тең. Келесі теңдеуді өзің шығар. Жетінші тапсырма – сызбалар бойынша амалдарды орында. 76 мен 41-дің айырмасын сұрақ белгісі тұрған жерге жазамыз. 76 мен 46-ның айырмасы 35-ке тең болады. 35 пен 5-тің бөліндісі 7-ге тең. 7 мен 4-тің көбейтіндісі
28-ге тең. Келесі өрнектің мәнін өздерің тауып көріңдер. 8-ші тапсырма. Бөлме ішінен оқушы сызғышымен өлшеуге болатындай тік төртбұрыш пішінді затты таңдап ал. Осы заттың барлық қабырғаларының ұзындығын өлше және оларды қос. Оқушы сызғышпен өлшей алатындай бір затты таңдаймыз, яғни әдебиеттік оқу дәптерін таңдасақ болады. Оның пішіні тік төртбұрыш пішінді затқа ұқсайды. Демек, ұзындығы 20 см, ені 17 см. Қарама-қарсы қабырғаларының ұзындықтарын қосамыз. Дәптердің барлық қабырғаларының ұзындығы 74 см-ге тең. Енді өзің әдебиеттік оқулығының қабырғаларының ұзындықтарын өлшеп, қосындысын анықта.